Махаббат ертегісі 25-ші бөлім. Бүгінгі эпизод өте құпияға толы. Махирдің досы Салик Сара мен Мабиш апаны Махирлардың үйлену тойына апара жатыр. Ал мұнда Рашидтің тұтқыны болып әлі де Куршат жатыр. Бауыры екенін білгеннен кейін бұған тамақтасып жүр. Бүгін мен саған өте қызықты жақсылық жасаймын. Сен тек қарада отыр деп әлі де Куршаттың намысына тиіп оны байлап қойды. Тіпті қандай жақсылық екенін видеоның соңында айтатын болады. Әзірге тамақтанып, екеуі әдеттегідей сөйлесіп жатыр. Ал Махирдің атасы Махирге ақша беріп жатыр. Мына ақшаны жарат, тойға дайындал дейді. Жоқ, ала алмаймын, мен өзімнің тойыма жинаған ақшам бар дейді. Ендеше мен өзімнің келініме, әулетімнің атына сай өте бағалы сыйлық алып беремін деп, осылайша барлығы базарға ер адамдар өздерінің күйеу жігіттерін дайындап жатыр, әйел адамдар Жампизаны дайындап жатыр. Ал мұнда Сәлім Сланның телефонын ақтарып, Сланның өте қымбат құпиясын біліп қойды. Оны қазір видеоның соңында айтатын боламын. Әзірге видеоны қарай бересіздер. Мұнда Сәлім өте қу және ауру деп барлық адам Сәлімге айтады. Айтатындай ақпарай бар. Слада ашуланып, сен неге менің телефонымды ақтардың, аурусың ба дейді. Осы кезде Сәлім, иә, мен аурумын, бәрі маған ауру дейді. Ондай медицинада ондай ауру емдейтін нәрсе жоқ дейді. Осы кезде Борис деген телефон соғады, яғни Борис ол Рашид екен. Рашид комиссар, Борис қылмыстық іскер бастығы, серкесі зеттеп. Ал мұнда Сланың атасы өзінің ұлына айқайлап ұрсып жатыр. Сенің осыған қатысың болса, сосын көресің. Өйткені сен қызың екеуің қашпақ болғансыңдар деп. Бірақ мен емес, менің қатысым жоқ деп ол ақталды. Егер қатысың болсаң, ештеңеге де қарамай сені өлтіре саламын дейді. Бұл шалдың түсі суық. Ал мұнда базар аралап жүрген Махирдің атасы, анасы, тіпті Жампизаның досы, Махирдің досы, барлығы Жампизаның алтындарына, барлығы киімдеріне қызықтап, өте керемет неке сақинасын алып қойды. Барлығы атастыру тойына дайындалып жатыр. Тіпті әдемі маталар, көйлектер. Ер адамдар жатып, Рашидте ештеңе білмеген адам құсап, Рашид комиссар мұнда жүр. Ал мұнда кемпір, білдім, олар үйленейін деп жатыр. Сол үшін Асап мырза кетіп қалған деп өзін өзі күбірлеп отыр. Осы кезде Перманұлы келеді. Не деп отырсыз, анашым деп. Әлі де байлаулы тұрған Куршатқа аяқ астынан есік асылып, бөгде бір адам кіреді де камера құрады. Не істеуге жатсың оңбаған деп айқайлаған кезде, осы жерде Рашид комиссар, мен саған тосын сыйым бар деп едім ғой, мен мейірімді адаммын. Қазір мен саған қызыңның атастырылу кешін көрсетемін дейді. Ал Куршат жынырып қалады. Жоқ, олай емес, олар үйленбеу керек деп. Рашид барлығын алдап, кәне мен видеоға түсірем, барыңдар жүріңдер деген секілді өтірік сөздермен барлығын видеоға түсіріп жүр. Ал мұнда Сара қызды көрсетпеу үшін ақша сұрап, ақыры дегенде барлық құдалар кірді. Махирдің атасы да, оның қасындағы ерген анасы, Махирдің досы, 4 адам болып кіреді. Ал мұнда қызын іздеп келген әке, яғни алдыңғы бөлімінде қай жерде тұрған адресін жіберген. Бірақ осы жерде ең қорқынышты нәрсе болады. Өйткені Сланның ішіндегі бала Кемалдан емес, Лондондағы өзін оқытқан мұғалім екен. Бірақ ол мұғалімнің бала шағасы бар екен. Дәл осы әңгімені естіген Сланның әкесі шок болады. Тіпті Слаға, енді сен менің мүлдем қызым емессің, мен сені еш уақытта қорғамаймын, өлсең осы жерде өл дегендей Сәлімнің қасына тастап кетеді. Апет ханым болса Асап мырзаға, яғни күйеуіне қайта қоңырау шалып мазасын алады. Қайда екенін білгісі келеді. Жампиза мен Махирдің атастыру кеші әлі де жалғасуда. Жампиза әдеттегідей кофе таратып, күйеу жігітке атасына ұсынып жатыр. Және де осыдан кейін Махирдің атасы 2 жастың некесін осылайша қиып сақиналарын тақты. Барлығы қуанып жатыр. Енді екеуі де атастырылды. Алланың атымен деп қолын сұрап, екеуі де неке жүзіктерін тақты. Ал мұнда Сәлім барлық шындықты біліп, әкесіне айтып жатыр. Ал
шыдамады шындыққа. Жоқ, енді не істеймін, жоқ, айтпашы деп қанша жалынса да Сәлім делқұлыдан ешқандай жаңалықтар жатпауы мүмкін емес. Осылайша тастап кетеді әкесі. Ал Sıla не істерін білмей, мен енді ешкімге керек емеспін, Жанпиза бұл жерге келмейді, мен өзімді өлтіремін деп Сәлімнің қаруын алады. Бірақ Сәлім жұбатып, екеуі бір-бірімен құшақтасып, осы жерде Сәлім ғашық екені анық. Жалғасы бар.